эстрадасы бу караңгылык. Сау сәлеметсіз, бұл менің татар эстрада турында обзорым. Обзорның исімі татар сәхнәлікнің қараңғылығы. Қараңғылық бұл нәрсе, бұл русша темнота. Обычная темнота. Цивилизациясыз темнота. Ауыл қараңғылығы. Бұл инде татар сәхнәлігі. Татар эстрада. Бу нинди үлкен сөзі? Юк. Бу үлкен сөзі түгіл. Бу сөзі түгіл. Бу тик қараңғылығы. Тик қараңғылық. Көп қараңғылық. Алмайбыз. Астань противный. Астань противный. Шын қазан татары. Кредит алғаш кесе қалын ішімді де ташладым. Кредит ипотека өмір бойы түлерге, әшетлік кіші өлмейді қоя бізге өлер. Ул біле шуны, ул бит, бу бит мәшет. Законный. Канунлы түгел. Законный ма? Тот момент, когда я знаю татарский лучше, чем татарский певец. Русча әйтәм. Шундыктан татарча инде миндә дә сүз юк. Шулай. Юк, шулай түгел. Шулай. Совет заманынан Волга. Америка полиция киімі білен. Блин, как я эту ландыш, одуванчик. Так эту одуванчик Нигмаджанову ненавижу. Шуны қараға керек түгел. Ә хәзер чыгыштырга рус һәм казак поп клиплары.
Татар эстрадасы бу караңгылык. Шулай әйтте дә Минниханов. Әйе. Татарстан Республикасының башы. Мишәр. Шул тик мәгълүматкә. Ярый, ул шулай әйтмәде. Бәлки ул айтты, татар сахначыларга рус сахначылардан пример алырга кирәк. Прогресслары да бездә инде бар. Ландыш Нигмаджанова наконец научилась делать коррекцию бровей. Ләкин аның кыяфәткә бул ярдәм итми. Сау булыгыз.